Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Каржасова Айжан Сериковна. Қазақ тілі сабағы 6 сынып. 1 бөлім. Қазақстандағы көрікті жерлер. Сабақтың тақырыбы Түркістан. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу. Тақырып бойынша жеке сөздер бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда төмендегідей сұрақтарға жауап алатын боламыз. Түркістан қаласы туралы не білеміз? Түркістанды неге кіші Мекке деп атайды? Ал Мекке қаласы туралы не білесіңдер? Түркістанға келушілер неге алдымен Яссауи кесенесіне барады? Осы және осы сияқты көкейімізде жүрген сұрақтарға бүгінгі сабағымызда жауап аламыз деген ойдамын. Құрметті оқушылар, бірінші Түркістан қаласына қатысты мына мәліметтермен танысып алайық. Түркістан қаласы Қазақ хандығының ең бірінші астанасы. Түркістан шаһары оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Түркістан ертеде Шам, Тұран, Шабғар, Ясы деп аталған. Түркістан сөзі түріктер мекені немесе батырлар елі деген мағынаны білдіреді. Түркістанды екінші Мекке деп атаған. Мекке Сауд Арабиясында орналасқан. Адамдар Меккеге қажылыққа барып тілек айтады. Бұл қалада әлемге әйгілі философ, ақын, мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін Орта Азияның әміршісі Әмір Темір салдырған. Сәулет бір тұтас болып көрінгенімен 8 бөліктен 35 бөлмеден тұрады. Қазандық деп аталатын бөлмесінде салмағы 2 тонна болатын қола тай қазан орнатылған. Мұражайдың астында 44 бөлмеден тұратын Құлует деп аталатын ғибадатхана бар. Қазір Түркістан қаласы туристер көп баратын жер. Құрметті оқушылар, алған ақпаратымызды әрі қарай бірінші тапсырмада берілген мәліметтермен толықтыра түсейік. Ол үшін тапсырманың шартына назар аударайық. Мәтіннен алдымен қала туралы, одан соң кесене туралы мәліметтерді іріктеп оқып алайық. Түркістан Қазақстанның көне қалаларының бірі. Бұл қала еліміздің оңтүстік аймағында орналасқан. Түркістан қаласы қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты. Орта ғасырларда ол Орта Азия мен Қыпшақ даласы халықтарының саяси орталығы болған. Беріде Қазақ хандығының ордасы болды. Қасиетті қаланы екінші Мекке деп атаған. 1903 жылы Түркістанға алғаш темір жол келген. Қазір Түркістан тарихи және туристік қала. Түркістанға келгендер алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барады. Бұл кесене сәулет өнерінің ең озық үлгісі. Кесене 35 бөлмеден және 8 бөліктен тұрады. Кесененің жанында шығыс моншасы бар. Жер астында 44 бөлмеден тұратын Құлует деп аталатын ғибадатхана салынған. Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи атымен әлемге әйгілі болды. Балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, мәтіннің бастапқы бөлігі қала туралы ақпарат берсе, екінші бөлігі, мысалы, Түркістанға келгендер алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барады деген сөйлемнен бастап, кесене туралы мәлімет беріп отыр.
Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабағымызда қазақ тілі бойынша теориялық білімімізді нығайта түсейік. Бүгінгі тақырыбымыз дефис пен сызықшаның айырмашылығы деп аталады. Енді осы екеуінің айырмашылығына тоқталып көрейік. Дефис орфографиялық, сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Екіншіден, дефис сызықша секілді сөйлемнің мазмұнына еш әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис қысқа, сызықша ұзын болады. Ал балалар, енді алған теориялық білімімізді тәжірибе жүзінде жүзеге асырып көрейік. Ол үшін кітаптағы екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Тапсырманың шарты тиісті жерге дефис қойып, қойылу себебін түсіндіріңдер делінген. Бұл жерде Түркістан деген Мағжан Жұмабаевтың өлеңі берілген. Өлеңді жақсылап тұрып, мәнерлеп оқисыздар. Оқып отырған сәтте дефис қойылатын тұстарын тауып, тыныс белгіні қоясыздар. Дескрипторы тиісті жерге дефисті қояды, қойылу себебін түсіндіреді. Балалар, енді орындаған тапсырмамыздың дұрыс-бұрысына назар аударайық. Өлеңге көріп отырғандарыңыздай, көк түсті сиямен жазылған жерлері дефис қойылған сөздер. Мысалы, туып өскен, жан жануар, чан шандай, қарай деген сөздер қос сөздер. Осы қос сөздердің аралығына дефис тыныс белгісі қойылады екен. Ал сап сары, тып тын деген сөздерде де дефис тыныс белгісі қойылған. Бұл сөздер қазақ тілінде күшейтпелі шырай деп аталынатыны барлығымызға белгілі. Енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Үшінші тапсырма. Жоғарыда берілген ақпараттарды пайдаланып, хронологиялық кесте құрыңдар. Артық болмас білгенің айдарында берілген мәліметтерді оқи отырып, мына кестені толтырып шығыңыздар. Дескрипторы берілген ақпаратты пайдаланады, хронологиялық кестені толтырады. Ал оқушылар тапсырманы орындап болсақ, тексеріп шығайық. 1396-1399 жылдары Түркістан Әмір Темірдің бұйрығымен Қожа Ахмет Яссауи қабірінің басына тұрғызылған. 1978 жылы Қожа Ахмет Яссауи республикалық мұражайы ашылды. 1989 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен Әзірет Сұлтан қорық мұражайы ұйымдастырылды. 2000 жылы Түркия елімен арадағы келісім бойынша жүргізілген ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. 2003 жылы Парижде өтетін ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында кесене дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Тапсырманы сіздер дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сіздерде жетістік баспалдағы деп аталатын кері байланыс түрі берілген. Енді осы 4 баспалдақтың қайсысы сізге тиесілі екенін анықтап көріңіз. Біріншісі түсінбедім, екіншісі аздап түсіндім, үшіншісі түсіндім, ең жоғарғысы қолдан аламын. Үйге берілетін тапсырма 5-ші тапсырма 16-шы бетте энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет журналдардан Түркістан туралы ақпараттар тауып, авторына сілтеме жасап келіңіздер.